шыққаннан кейін аэропортқа Астанаға ұшып кетуім керек, сені бала шағам көрмегеніне 6 ай болып қойды. Так, жібер бірінші нені. Так, басталды. Self-transcendence, self-realization дейді. Бұл не үшін айтып отыр? Бұл теманы мына Франкл ол 45-50 жылдар қыздыртып, ойбайлатып, Европада өзінің ғылыми академия ғаламдағы оппоненттермен төбелесіп отыр. Ол мынандай терминдерді алып келіп, екі полюске барып тұрып алды. Себебі қазіргі Қазақстандағы жастардың, әсіресе жастар ештеңе емес, сендерден сәл жоғарына 35 пен 40-тың арасындағы буынның миының бәрі уланып, бәрі дымға жарамай қалды қазір. Не үшін? Олардың түбіне жеткен, олардың тағдырына балта шапқан нәрсе, ол самореализация, самоактуализация деп аталатын жалған термин. Осыны алдыдағына адамдар оказывается, баяғыда біз атам үшін өмір сүріппіз, енем үшін өмір сүріппіз, балам үшін, оказывается, қыздар өзің үшін өмір сүру екен, өзіңді дамып деген сәл жерден өмірлік бағыт қисық қарай алынды. Сөйтті дағы ол өзі түсініксіз термин, өзіңді дамып деген кезде, ол не істейді сонда дамыған кезде? Қалай даму керек деген сұрақта, сосын оның жауабы жоқ, ол жауабы жоқ болғаннан кейін орнына сумаң етіп ана бос тұрған жерге, бос тұрған нишаға бір білгіш біреу шығады ана жерге. Сөйтті ол жалған бір жерден дипломды сатып алады, дегеніміз өтірік психологпын деп жарияласа, болмаса Шымкентте ме Таразда бір жерден оны печаттап ала салды ол. Сөйтті дағына интернеттен өзін дамыту деген бірдеңелерді алып қойыртпақ көже жасайды да, сосын Инстаграмға өзімді дамытқым келсе маған жазылып, мен осындай семинар өтеді дейді, ана мен жақта экзистенциялық вакуумда отырған өміріне мән мағына жоғалып, мәнсіз, мағынасыз, түсініксіз, бұлыңғыр өлімге қарай кетіп бара жатқан ана адамдар шырайым айтатын қысым қатты қысқан кезінде сол қарай ағылып, ана өтірік жалған білім беріп отқан адам қанша жерден жалған білім беріп отырса да, әйтеуір енді өмірді сүру керек қой, оған бір бәле қылып. Сөйтіп мақұл дейді, ана жерден барып ұрына береді. Сондықтан бұндай оқиға бұдан 100 жыл бұрын Европада тура осылай өткен. Европадағы ақымақ әйелдердің бәрін, оқымаған кісілердің бәрін, ол жақтың да жалған ақша тапқыштары, ол жақтың да пысықтары бар, ол жақтың да ыңғайластары бар. Олардың бәрі отырып алып Европадағы өзін дамытқан біреуін осындай гимнастикаға тыққан, біреуін йогаға тыққан, біреуін анаған тыққан, біреуін лотос отырғызған, осыны кете береді оның соңы жоқ. Сөйтеді дағы олардың жастық шақтарының бәрін ұрлайды. Жас кезінде шынымен де ол басында йогаға барып, біраз лотосқа отырып, біраз бассейнге жүзгеннен кейін бір өзін сергек сезініп, жаңағыдай бір гимнастикадан суреттерге түсіп, жаңағыдай пәлен салмақ тастадым, жақсы болып қалдым деген сияқты заттармен тұрады. Бірақ енді өтеді ғой өмір бақи гимнастиканың залында отыра бермеу болса, шығу керек. Өмір ол ойлағаннан әлдеқайда күрделі болып шығады. Сен өмірде азаннан кешке дейін жыл 12 ай өзін дамытып, шет тілін үйреніп, біресе испан тілін үйреніп, сосын Қытай тілін үйреніп, содан кейін сен француз тілін үйреніп, сосын сен полиглот болып, одан кейін сен Мадагаскарға бар, одан кейін сен Лаосқа бар, одан кейін сен Испанияға бар, одан кейін сен Норвегияға бар, жүре алмайсың. Өмірдің өзінің заңы бар. Я үйленесің, я сенің дұшпандарың пайда болады, я сен істі боласың, я сен үй өртеніп кетеді, я туысқаның сен ДТП-ға түседі, біреу ауырады, біреу онкологияға түсіп қалады, сен ол үшін күресу керек болады, ақша жинау керек болады, сбор ашу керек болады. Қайда өмірдің нешелері? Сен елдің бәрі өзін-өзі дамытып сол жердің бетін айналып сол қаңғып сол самоактуализациясы жүре береді дейсің, тоқтай болды бір жерге барып, орнығу керек қойды. Сонымен осындай оқиға көбейіп кеткеннен кейін Франкл келеді тағына тоқтатады. Айтатындар жігіттер, сендер қатты кетіп қалдыңдар. Мынаны кішкене реттейді дейді тағына айтады. Егер объективті әлемде, яғни сен тұрсың, сенің болмысың, сенің тыс ар жақта, сенен нейтральный, саған тәуелді емес, сенің қатысың жоқ, басқа бір құдіреттің тарапынан жаратылып, ана жаққа қойып қойған мән, мағына, адамдық борыш, құндылық деген заттарды қазір мойындап, соған қарай тартылмайтын болсаң, онда мына сенің самоактуализацияң, self-realization бір күн сені бұрқып түсіп құлатады ана жерде. Сен құлағаныңа жасың 50-ге келген кезде бірақ білесің. Енді сен қайтадан өміріңе реформа жасай алмайсың. Өйткені жастық шағы өтіп кетті, күш қуат кетті. А сенің орнына жалаңдап, жалмаңдап, күш қуаты көп екінші бір толқын деп ұрып жатыр ана жерде. Сондықтан сені сыр жібереді тағы бар енді. Лотосқа отырасың ба, гимнастикаға барасың ба, барлық күшің қалса, әшер желание қалса болған сенде. Сен ішіндегі қалауларың бәрі өзгеріп кетеді ана жерде. Кеттік, сол үшін мынау, егер анандай мүмкіндік әлде адамдық борыш. Енді бұны не үшін істеп жатыр? Ол мүмкіндік әлде адамдық борыш деп отырғаны мыналардың алдына тұрып та қойды. Бұлар бізді бүйтіп алдады. Жаңағы self-realization тарапы, яғни өзіңді өзің жүзеге асырып, өзіңді өзің шығарып, өзіңді өзің
қара, адамдық борыш, жалпы адамзатқа тән құндылық, қоғам алдында, Құдай алдында, аралығында арқалайтын жауапкершіліктер жайында ешқандай сөз жоқ ана жерде, тек қана мүмкіндіктер жайлы болып отыр. Ал мүмкіндіктерді бірден білесің, оны қайдан білесің? Барасындағы мына жерде осы жерде отырған оқушылардың 80% бәрі спецшкол бітіріп келген. КТЛ, ДИЛ, НИШ, ПИШ деп кете береді. Мына жерде өзі аннан қашқан, мұнан қашқан оқушы келмейді өзі жерге. Меніңше мектептің жаңағыдай аузынан құс істегендер отыр мына жерде. Олардың бәріне мүмкіндіктерді реализовать ету. Ол мүмкіндік деген қандай? Мектепте бұл жерде қазір қыздар балалар отыр. Мектепте әдебиеттен олимпиада болатын болса, соған қатыстыра береді. Мына қатысыншы Дария біздің осы мектептің атынан түссін дейді, мақұл деп сені жіберген ана жерге. Сосын қыз сынып болатын болса, тағы да Дарияны қатыстырады. Себебі ол сұлулығы да бәрі өнері келіп тұр дейді. Сосын тағы да математикадан болса, бұл математика бейім бар деп, оны апарып сала береді. Не мүмкіндік бар ана жерде? Сен сала береді, анау деген терминатор болып кетеді аяғында. Бүкіл пәннің бәрін жапыра береді. Ал ол жерде сұрақ тұр. Адамның ішіндегі мүмкіндігінің бәрін жаппай келгенде жүзеге асыра беру керек па? Жоқ әлде сен сол мүмкіндігінің алдынан сақ етіп шығып қалған кезде қабаттасып екінші бір зат шығады. Ол адамдық борыш. Яғни сенен ситуация басқа бір нәрсені талап етіп тұрады, және сенен талап етіп тұрған ситуацияны сен жоя алмайсың. Ол құрмайды. Басқа бір тараптан келіп тұр. Көрдің, оны сәл тырнап, ол қаяқтан келіп тұр, оны кім қойды деп антологиялық сұрақты қойып жіберетін болсаң, ол Құдайға шығып кетесің. Сосын Құдай темасы, дін темасы өте апасына болғандықтан, оны игере алмай, дінді сен сақал қойып, ләләләләлә қуып кететін болғаннан кейін, ол сұрақты қоймай-ақ қой, пока осы жерде тоқтай салды, тоқтап тастайды. Ананы узкий кругта талқылайды. Көрдің? Өте бір қызық зат. Көрмен енді тұрады тағына айтады. Мүмкіндіктердің бәрін үйтсен жүзеге асыра алмайсың. Адам нені реализация жасау керек деген кезде, сен міне қазір осы жерде міне отырсың, Құдайдың құтты күні сендердің алдарынан сақ етіп, адам болып өмір сүрудің қиындығы сол. Үнемі бір өзің жаныңның құмарлығы, бір қызық бірдеңе істейін деп жатсаң, сақ етіп мына жерден екінші бір нәрсе шығып та тұрады, екеуінің ортасында тұрасың да қаласың. Мысалы қарапайым нәрсемен енді бір қызық бірдеңе араласайын деп жатсаң, төбеншеге звондап, срочно көңілін сұрашы, кеше ауыр больницаға түсіп қалған екен, өте әперішіп, сен тасалып, қазір көңіл күйі жоқ соны. Бит тұрасың ана жерден. Ана қызықты құрбандыққа шабасың да ана, мына жаққа қарап, больницаға түскен адам көңілін сұрап кету керек болады. Енді бірдеңе істеп, сенімен бала шағаңмен қыдырайын деп, бір киноға, бірдеңеге, Муанаға сенімен барайын деп жатасың, сағат етіп екінші жақтан телефон келіп тұрады саған. Пәренше, жаңа ғана Астанаға жақындап қалған кезде дөңгелек шығып кетті дағы машина аударуға сірап қалды. Срочно барында да ананың запас баллонмен алып келді. Сен оны біреуге тапсырасың ба? Жоқ әлде өзің эвакуатор шақыр деп айтасың ба? Жоқ әлде әйел бала шағаңның сол жерде көңілін қалдырасың дағы, ренжімеңдер, пәренше жолда қалып кетті дейсің да, тастайсың дейді. Оның қабағы шытылады, бала шағаң ва дейді, әкесі бар біздің киноға дейді. Сен мына жаққа қарап кетуің керек. И үнемі осындай адамдық борыш ситуацияны сырттан требование данного момента деп айтады. Борышы тап осы сәттегі сенен талап етілетін адамдық борыш. И ана жерде сенің мүмкіндігің рахаттанып барып бір жерге отырып демалу мысалға, ана жақта сақ етіп шыға кетеді. Енді осы адамның нервісіне тиеді. Европаның жұрттары бұл 20-шы ғасырда олар да біз сияқты адам қояды кәдімгі. Олар да рахаттанып ақша көп кетті мысалы Европада. Қазақстанда қарап, Қырғызстанның, Өзбекстанның әйелдеріне қарағанда Қазақстандағы әйелдер көп қыдырады, көп қаңғиды мысалға. Себебі Қазақстанда ақша көп, үшісі, төртесі болғандарда. Сондықтан өзбектерге қарағанда қазақтар көп қаңғиды. Дәл сол сияқты Европадан ақша көбейіп кеткеннен кейін аналардың бәрі қаңғу керек болады. Содан кейін не істейді? Қорықпаңдар, баса келіңдер деп, ана ақшаны суыру үшін адамдық борыш деген теманы жауып тастап, ода тұрған ештеңе де жоқ. Бұл сенің мүмкіндігің реализуй десе, сен басасың ана жерден газды. Бірақ жасың 45-ке келген кезде айдалада қалып кетсек, олар жауап бермейді. Көрдің? Жібер. Сократтың мысалы, бұны ең бірінші осындай екі түрлі кернеу бар екенін байқап, 2,5 мың жыл бұрын айтылғандардың айтып тартысатқандардың біреуі Сократ айтады. Не үшін деген кезінде Сократ тұрып та айтты дейді. Сендер Афиндағы сол кездегі жаңағы өзін реализовать еткіштер бар, софистер бар, жаңағыдай сен шешен сөзге үйретіп, сөзден ұстатпауды үйретіп, соның ақша табатындар бар. Әртүрлі өнерлерді үйретіп жатыр ғой аналар. Мынандай мүмкіндігім бар, мен семинарыма жазылсам, мен сені андай қылып беремін, мындай қылып беремін деген сияқты. Ол заманында өзінің семинарлары бар ғой, ақша тапқыштар. Сократ келеді де айтады, сендер бұл жерде үнемі менің мүмкіндіктерімді, іштегі мүмкіндіктердің бәрін реализация жасауды үйретіп отырсыңдар. Жақсы.
Енді бір сұрақ сендерге дейді, не үшін Сократтың ішінде екі адам отырды, екі Сократ отырды, әлі нереализованный, әлі жүзеге аспаған, жарыққа шықпаған. Біреуі адамдық борышты арқалап, ар ұят тарапын ұстанып, арсыздықты, ұятсыздықты, әділетсіздікті өсек айтуды талқандайтын Сократ көрінеді дейді, бас қатысы сұрақпен қуалаған кезде бірінші шығарып психоанализа Сократовский метод деп айтады. Екінші бір тарапы дейді, любой адамды тілдің құдіретімен манипуляция жасап, суғармай алып келетін, қалтаңдағы ақшаңды тілмен ақсыл болатын, ақылды данышпан қу Сократ бар дейді. И мен үнемі азанда тұрған кезде менде проблема дейді. Ана жағы елдің қызыл тілдің көмегімен елдің басын мыңғылыңғысын шығарып, қалтасындағы ақшасын суырып алатын қу Сократты Афинның қоғамына тығып жіберейін ме? Жоқ әлде мудрый, данышпан, дана кемеңгер Сократтың бәрін миымды ашып жіберейін бе қазір дейді. Соны көрдің ме, адаммен айтысып тартысып жатқан кезінде бұл тұрғыда айтады, жоқ, мен өзімнің бұл мүмкіндіктерімнің бәрін саналы түрде тежеймін дағыны, ішіндегі менен адамдық борышын нені талап етеді, мен қазір соны шығарамын дейді. Ол үнемі осындай керіне туғызады. Бұның өмірдегі мысалын мен өте көрдім. Баяғыда менімен бір студенттік кезінде бір жігітпен бірге тұрғанмын. Қазақстанның бір осы оқуы жақсы дамыған жерден келген. Құдай салмақсын, енді мен потенциалист деген кезде үнемі көзіме сол естіп кете береді. Ана шешесі мынандай кезінен дайындап, ана кружокқа быстрое чтение, андай көркем жазу, домбыра, оркестр, вольная борьба, парашюттан секіретін, сосын фотоаппарат. Құдай салмасын, 92 жыл мен оқуға түскен кезде ол фотоаппаратпен, фетпен, черно-белый түсіріп, соны проект жасауды, қалай парашюттан секіреді. Біз орысша сөздерді енді жаттап үйреніп отқан кезде, мынандай кірпіш кітаптарды алып, 2 күнде, 3 күнде оқып бақтыра берді ол. Енді елдің бәрі ойлайды екен ананы, ойбай сұмдық, ойбай оған қыздар кафедра табынып жатыр, декан табынып жатыр, оның руководителі оған табынып жатыр, мынадан бірдеңе шығарып қарап қояды. Көрдің ба? Ананың мүмкіндігі даталы көп. Енді уақыт өте келе бізде есейіп философиялық тақырып көтеретін жасқа жеттік қой, өмір бар кезде 18 жасқа тұра бермейсің. Жасымыз 24 келген кезде талқыланатын тақырып қойыланды. Енді қалай адамдық борыш дегеніне, иман дегеніне, Құдай дегеніне, өлім дегеніне деген темалар уже келе бастады Қазақстанға алғаш рет. Оны көбіне діни реңде келеді ол кезде, қазіргі философия болып келеді. Сол кезде адамдық борыш, біз не істей аламыз, бір нәрсе істей аламыз өлгенше деген тақырыптар талқыланған кезде, сол 99 түрлі өнер қолынан келетін, мүмкіндігін кез келген салаға салсақ қиратып кете беретін баяғы потенциалист, олимпиаданың чемпиондары адамдық борыш деген тема көтерілген кезде настроение түсіп кетеді тілінен. Бағана сылталайды, сөйтіп тұрып шығып кетеді. Үнемі. Оны маған айтады, көрдіңдер ме, андай эскапизм деп айтады. Яғни адамдық escape-тен шығып тұр ағылшыннан. Эскапизммен айналысқан кезінде тарс еткен жерден сенің көздердегі екінші ауру күтіп алған жерден сен дымға жарамай қаласың. Енді ол бүкіл өнерді салып шаққан кезінде министрлікте бір жақсы қызметке көтерілді. Оны айтпаймын, сен өте танымал шын айтсам ұят болады. Елдің бәрі танып қояды, сендер қарап отырмайсыңдар, қазір интернетте іздейсіңдер де оны. Оны енді бар бітірген шаруасы не болды енді, адамдық борыштан қашты. Ең соңында келіп тағына, ол тек қана сол қазір президент елжасы, сол билікпен байланысын пайдаланды дағына қайын жұртындағы әйелінің жағы інісі, балдызы, бірдеңесі, ештеңесін соларды шетелге оқытумен, соларды оқытып алып білумен, егін гранттар алып білумен айналысады. Сосын Европадан бірге алып алды, сонымен жасы менімен бірге қазір 51-ге келді. Өмірдің уже 3-тен 2-сі өтіп кетті. Енді бұдан кейін сен вряд ли бірдеңесі дейсің. Ал ол уақытта біз мүмкіндіктерімізді игереміз деп ананы маған үйреніп отқан кезде бізге келді бір адам жолығып қалды, тоқтайды берген. Сен мынаны жатта дейді дағыны, адамдық борыш дегенді біріншетін мойныңа іледі, алып та шәкәрін жаттайсың. Адамдық борышың халқына еңбек ар жолдан айнымы, ар сақта оны біл талапқанда ғылыммен өнер үйрен, өнерсіз ғылымсыз болады, ақыл түл мақтанға салынба, мансапта үшін әрсіңе билет те басыңның бағы үшін өміріңді сарқыл өлгеніңше жоғалтып жолы көрсетіп келе жатқан үшін барыңды нәріңді тірлікке бермейсің, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, ғибраталар артында ызғаласаң, шын бақыт осыны мәңгілік өлмейсің, осылап отырасың. Алықтап бүкіл қызықтың бәрін қидырып тастап, қамалдыққа қалды ана жерде. Сосын өте қалды менің айналам. Ойбай анасы ана жердегі баяғы осындай туды, бәлем болды, кришасы кетті, сектант болып кетті, адасқан болып кетті. Толып қалды Қазақстан кеңістігі өсекке. Әлі ұрып жатыр оны Америкадан кеше тағы да қарап отырмын. Не болды мысалға? Ештеңе болған жоқ.
бәрі сол кездегі потенциалистердің бәрі құмға сіңген су сияқты. Аллаху акбар жоқ болды қазір мысалға. Ал ана борышты кімнің мойындарына ілді, солар ғана амандық қойды ана жерде. Солар кішкене келесі этапқа барлыққа қарай өтті, барлық көрініп тұр енді. Сондықтан Сократтың мысалы беретін себебі сол. Сократ та өзінің алдына таңдап тұрғанда, бұл да софистер сияқты, келме сенің қызыл сөзбен айтысуды үйретемін деп, қазіргі репетитор мысалға, былайша айтқанда әдісі. Сол заманның дебатерларын дайындап шығаратын репетитор болса, бұл жағы ақша табатын еді. А бұл топтағы жоқ, мен ардың үнін істеймін дағыма, ардың не айтып, мен соны істеймін деп, ақыр аяғы ұшып өлді. Бұны өлтіргендердің аталмынан оқып қойып, бұнымен замандас потенциалистердің бәрі жоқ, а сен Сократ әлі оқып алсың әлі жеріне. Өлмей қалыпты мынау. Сондықтан өлмейтін жағдай өз тауып кетті жібер. Так. Енді мынаны қызықтарында қандай мүмкіндік болмысқа айналады, оны кім шешеді? Потенциалист деген кім деген кезінде, бұл сіздерде үнемі бұл мынандай нәрсемен келіп жатыр. Өткенде сендер алдыңғы лекцияға қатыстыңдар ма, қатыспадыңдар ма, мен оны білмеймін. Егер қатысқан болса, өткен шақ сенімді серік деген тема болған. Сол жерде адамдар тұрақтарын әртүрлі фатализмге ұрынып қалады. Біреулер тұрды дағыны, өмір өткінші, қыздар өтеді да кетеді, одан да давайте қазір ішіп-жеп ойнап сыйласып қалайықшы, сыйластан басқа не болады дейсің дейді. Басып кафеге барып, тағына ләләлә стипендия алған күн шықпайды ана кафеден ақшалардың басына солай біткенше отыра береді. Нағып осында бүйтсе, студенттік өмір өтеді де кетеді қыздар деп. Бұлай қарапсаң, осы өмірді өткінші деп айта берудің арты қандай апасын нәрсе туғызады. Қарап, жасты шақтың бәрін, энергияның бәрін далаға шашып отыр, мүмкіндік қойды, ақшаны алып кафеге барып, ахо-хо-хо-хо 2 сағат отырып, ол возможно. Алып та сақи қыз реализовать етті. Тоқтайтыр, кафеге барамыз ба, жоқ әлде бір күн келедіге барамыз ба деген таңдау болған жоқ. Болды ол, әлбетте кафеге. Мысалы, қазір осы жерге 300 адам келіп отырса, 30 мың студент барып жүр ана жақта. Мүмкіндіктерін олар жүзеге асырып жатыр. Ал сен мына жерге келетін кезінде адамдық борыштар қалап келдің. Және келетін кезінде кедергі көп, пробка, андай, мындай, қырсық, тура сендерге туған күнге шақырды бүгін. Сол бәріне сен сылтау айтып, үйді неді біріксе отыр жаңағы. Бұл құдалығы тастап кетіп қалды. Көрдің, напряжение. Мүмкіндік құдалыққа бару, борыш, мына лекцияға келіп тыңдап, өзінің өміріне бір ориентация алу, бағыт-бағдарын түзеу. Сөйтті да мына жаққа кетіп қалды. Енді ана жақта өр әңгіме болып жатыр, пәленше құдалыққа жоқ деген. Көрдің, енді осыны кім шешеді деген кезінде рухани ілім, ар ілімі, дін ғылымының шығып кете беретін себебі сол. Бұны тоқтата алмайсыңдар. Сен дінді талқандай бер, өзінше атеистер философиясын оқып алып, әдісі анау деп мынау деп айта бер. Бірақ ең соңында мына сұрақ сенің алдыңнан шығады. Сен бетпе-бет келіп қалдың, қаптаған мүмкіндіктер қатарынан келіп қалды. Тақ, бәрі болашақта тұр, бәрі бұлыңғыр, әлі болмысқа айналған жоқ. Яғни бар ретінде бүйтіп жүзеге асқан жоқ. Қолға ештеңе ұсталып тұрған жоқ. Ал енді қазір 10-15 мүмкіндік қатар алдынан шықты, біреуін ғана жүзеге асыру керек. Жүзеге асқанда тарс етіп өткен шаққа өтеді тағыны, өткен шақтың сандығына барып қиылғаннан кейін болды ешқайда кетпейді. Сондықтан біздің жаңағы кафеде отырған қыздар өмір өткенше деген философиясы далбаса. Оның өткенше екенін далбаса екен, намынан біле беріңдер. Әсіресе оны үлкен кісілер өте жақсы біледі. Сен үйленесің, жасың 40-45 келген кезде міндетті түрде үйіңде әйеліңмен ұрыс-керіс болмай қоймай тұрмайды. Аманда абысындар да қазір қыздар отырсыңдар ғой, өздерінше ақ жүрек болып, ертең үйленесіңдер, абысындарың болады, абысындарының арасында текетірес басталады. Көре алмастық, іштарлық, мақталастық, бұның баласы жақсы оқиды деген сияқты. Сондай кезде, және бұл өмір құтылмайсыңдар, үнемі осының ішінде жүресіңдер сендер. Максимально адамшылық жағын ұстауға тырысып қалуға тырысасың. Неғұрлым ардың үнін көбірек естуге тырыссаң, неғұрлым мейірімді, кешірімді, оның айыбын көрмейтін болсаң, сен ұтасың. Жарайды. Ұрыс басталды делік, егіз айтты, болмаса абысындардың арасында. Білесің, ұрыс қалай басталатынын? Екі жақ ұрысып қалған кезінде өмір өткінші емес болып шығады. Не үшін? Сен ұрысқан кезінде оның осыдан 2 жыл бұрын, 5 жыл бұрын айтқан сөздерін алып білесің ана жақтан. Сен мына үлкендерді өте жақсы біледі. Әйелдер күйеуімен ұрысқан кезде, сен білесің ба, мен алғаш келін болып түскенде не дегенімді 20 жыл бұрын әңгімені алып біледі, тарс еткізіп сені алдына қойып. Сосын айтады, кәдімгі өмірдің өткіншілігі. Өтіп те кетеді деген ғой сен. Біреумен ұрысқан кезінде сен былтыршы өзің біліп ал, сен де ұрылған кезінде өтіп кетіп сен ұстай алмай қалып жатқан жоқсың. Ештеңе бәрін сен компроматтың бәрін сақтап отырсың ғой ана жерде. Сандықта ұстап отырсың ғой. Кейбір кезде сен дұшпандарың сүрінсе, ананы фиксировать етіп сандыққа сап қой. Ертең ананы ұрысып қойған кезде ана керек болады, компроматты ұстап отырасың ғой. Соны қай жақта сақтайсың? Өткен шақтың сандығында тұрады. Сондықтан да әрбір аузына шығатын сөзді, әрбір қадамды ойланып барып жасайсың ананы. Егер сақ етіп бір қатем шығып, аузынан бір
лас сөз, болмаса өсік сөз бір шығып кетті ма, болды. Сөз аузынан шыққанға дейін өзің қожасың оған. Сөз аузынан шыққаннан кейін сөз енді саған қожалық қылып деп айтатын себебі сол. Сосын айтқан сөзіңді бір күні абысынан алып келеді тағын, есіңде ме баяғы бүйтіп айтқанда тас еткізіп маңдайыңды бұрған кезде отырасың да қаласың. Әзір жассыңдар, ұрыс-керіске онша көп кірмейсіңдер, өйткені әлі дүниедегі талас, бақталастық, дүниемен жарысу әлі басталған жоқ. Сендер жаңағы бүйтіп шабатын аттақсып бүйтіп тұрсыңдар бәйге, ертең диплом береді, шу жануар дейді, ой кетесіңдер бұл жерде. Кім квартираны вопрос шешіп жатыр, кім үй алып жатыр, кім жер салып жатыр. Алғашқы алған мәшинелеріңді WhatsApp-қа қойып, статусқа қойып, ішін күйдіріп курстастарының қырғын болады ертең. Бірақ бұл талбаса жарыстың бәрі тоқтайды, ентігесіңдер, тілдерін салақтап, айдалада қаласыңдар. Содан кейін барып құрсын дос болады, қыздарды жаңадан чаташасыңдар. Солай өсті, қатып бақансың. Көрдің, енді соны айтып жатыр. Енді осы қысқан кезінде сен керен тұғыз жібере береді. Үнемі сен напряжениеде тұруың керексің да ана жерде. Қаптаған мүмкіндіктер шығады, біреуің ғана теріп алуың керек. Қаптаған мүмкіндік біреуің ғана теріп алуың керек. Мысалы, менде ол напряжениеде Құдайдың құттығына жүреді. Не дейді маған? Маған неше түрлі компаниялар шығады. Скат шығады, анау шығады, Қазавойл шығады, тағы бірдеңе. Медсанжер Керімбаев, қазір сіздің подписчиктеріңіз көп, қоғамда өте танымалсыз. Давайте біздің фирманы 1 минут рилсқа түсіп реклама жасап беретін болсам, бізге 1 миллион теңге төлейміз деп маған неге хабарласады. Егер бұл предложение менің әйелім естіп қоятын болса, мен срочно ол SMS-ді көргенге өшіріп жүргім керек. Бірақ өшіргенге дейін қолым дірілдеп тұрады. Өйткені напряжение өте қатты да мынау. Көрдің ме, возможность келді, 1 минутта 1 миллион теңге табады. Мен шығамдағы скат компаниясы келемеді. Ол тек осы шартын ұшындар деп айтсам 1 миллион теңге счетына саяхаттар бар. А мен тұрамай Құдай сақтасын, егер скат бір шасси ашылмай қалып бірдеңе болатын болса, мен шақырған жерге, сен емес бұндан реклама жасап жүрген. Сондықтан өте қауіпті. Киноларды мысалы жекеме шығады, осындай фильм түсіріп, премьерасына келіп сөйлеп бересіз бе. А мен возможность бұға төлеуі мүмкін, жоқ дегенде бұл фуршетке апарып тусовкаға қатыстырады бар сен бір атақты танымал әртістермен отырасың, маған оны түкке де бересі жоқ. Бірақ возможность келді. Дәл сол уақытта бір мектепте қисса үйірмесін ашқысы келетін бір мұғалім сені шайға шақырады. Сізбен бір жол ақыл кеңес салайыншы деп едім, мектепте осында үйірме ашайыншы деп едім, мектеп беспредел болып бара жатыр. Тағы танымал түседі қалады, бір уақытта біреуі атақты танымал звездалар бәріне сен тусовкаға бетіп келуің керек. Екінші біреуінде ешқашан көрінбейтін бір мұғаліммен барып шай ішуің керек. Көрдің, кім шешеді деп жатыр соны? Аманда, объективті, уже сенің личный сенің жерде таңдауың жүзеге аспайды, уже мен маңдау. Үкім ғайыптан келу керек, тәңірлік әлемнен түсу керек. Сондықтан да дін ғылымын құрмайтын себебі сол. Құртам десең де құртамайсың. Құртып жүрсең субъективизмге алып қала бересің. Өзің қауларың кетіп қаласың қайтадан. Мүмкіндіктерді реализовать етіп жібере бересің. Өзің реализация етпей қаласың ана жерден. Енді тағы да біреу келеді. Ойла, сіздің сондай сендіріп шешен сөйлейсіз, сіз бар ойда. Давайте біздің осындай тағыларда реклама жасап бересіз ба? Біз сізге пәлен заттар егін айтады мысалға. Көрдің шайқатыласың ана жерде, тұрып қаласың, тұрып барып құрсын керек жоқ маған дейсің да. Отказ беріп атырып, кеше біреуіне ғана келсін берді. Жақсы, біз сендермен жұмыс істейміз. Ол осы біздің киімдерді киіп тұрып, қисса кітаптарын насихаттайтын болсаң тиістейміз деді. Это уже нормальное предложение. Рахат, сен өзің адамдық борышты насихаттайтын кітаптарды насихаттайтын саған мүмкіндік берсе, онда болады. Оларға келістік, олар түсіреміз деді. Көрдің, манда бұндай мүмкіндікпен адамдық борыштың екеуінің қатар келу деген сендердің өмірлерінде Құдайдың құттығын осылай шығып жатыр. Сен есейген сайын, білім жинаған сайын, танымал болған сайын, бұл мүмкіндікпен адамдық борыштың екеуін қабаттаса келуі деген шыға береді. Маған ойда той жүргізіп бересің ба, туаңын жүргізіп бересің ба, одан бөлек менің күйеуімді құттықтайсыз ба, енемді құттықтайсыз ба, подружкамды құттықтайсыз ба дейтіндер үйіріп қалды ана жерде. Азғана кешке өзін танымайтын адамдарға тентек адам сөйлеп телефон қойып сөйлеп отырып, пәленше туған күнің құтты болсын. Көрдің, тоқтаусыз келе береді ана заттар. Оның бәрін қалай шешесін деген кезде қайсы жағында адамгершілік бар ананың, қайсы жағы Құдай тарапынан ар-ұят жағына қарай тартып тұрып, соны қарап шешім қабылдайсың. Жібер, келесін. Көрінді ма, құндылықтан қашып потенциализмді баналы бақпа сорма деп отқан кезінде бұлар точно айтты. Енді бұл сенің басына сор болып жабысады. Сен құндылық атаулыдан, адамдық борыштан қашқан сайын, бір сылтау айтқан сайын, сенде самореализация как раз таки тоқтайды деп айтады. Себебі самореализация
самотрансценденцияға зависимый. Яғни self-transcendence деген сөз өзіңнің жеке мүдделеріңді, жеке қалауларыңды, жеке мүмкіндіктеріңді таптайсың, ысырып тастайсың. Бір шетке жаңа айтқан, осының барлығына self-transcendence. Екінші бір сенің жәрдеміңе, сенің араласуыңды күтіп тұрған, сенің ғана араласуыңды күтіп тұрған, тағы қайталап айтамын. Екінші біреуге сілтей алмайсың. Әлінші менің орным барасаш деп, өйткені ситуация сонда өтіп келіп, именно сенің қатысуыңды, сенің келіп тұрып сөйлеуіңді талап етіп тұрады. Сол жерге барасындағы мына қызыңды сырасында кетесің. Сондықтан ерте ме кеш пе, мына потенциалистердің бәрі құндылық атаулыдан қашқан кезінде, адамдық борышты жоққа шығарған кезінде, жаңағы напряжение, яғни бұл не үшін қашып жатыр деген кезінде айтты. Екі жаққа сенім, екі жаққа келген кезінде, мына кернеу напряжение, адамдық борыштың қойылуына қарай ол да кернеу арта берген жерден. Бұрын ғыр болып кетеді дағы, бәрі дінді талқандайтыны, объективті құндылықтар талқандайтын себебі ішіндегі жеп бара жатқан кернеуден напряжениені құтылу үшін жасайды. Сөйтіп тағыны лақтырып жіберсе ана жерде деп отырып қалады. Уақытша ғана демалыс өзіңді уақытша алайсың, бірақ оны қаттықты шығарып бәлесі. Жібер. Мына Ролло Мейді сынаған кезде мына жерде мынау көрінді ме, қалай бармыз, солай болуға тиіспіз деген Ролло Мей негізі дұрыс ниетте айтқан. Жалған болып көрінбеңдер, жаңағыдай Мауляна Румиде де бар, қалай барсың солай көрін, қалай көрініп тұрсың солай бар бол. Яғни екіжүзділікке ұрынба, өзіңді ішіңде басқа адам болып тұрып, сахнаға шыққан кезде екінші бір адамның жалған адам бейнесі сонда адамдарға адастырасың дегеннен шыққан ғой бұл. Мынаны алды да кейіннен уже поп психология мынандай адамдардың бәрі массы халықты тентек қылып, олардың сана сезімдерінде ойнап, сосын оларды өзіне қарату арқылы, өздеріне жаздыру арқылы семинарларына қатыстырып ақшасын алу үшін алаттағыны сыртта не шаруаң бар сенің? Қалай барсың, солай көрін. Ал одан не шығады білесіңдер ме? Бұдан адамдар сын қабылданбайтын ауруға ұшырайды. Өйткені сен подушканың отырған кезінде біреуі қалай болса солай бәдіктен сөйлеп, бүйтіп нагилитетті қалай сөйлей бастаса, сен бір шыдайсың оның орыс дәрілеріне, екі рет шыдайсың оның издевательствосына, үшінші рет шыдайсың грубияндығына, төртіншісінде сен оны айтуға тура келеді. Пәленше қойшы сен осындай айтып берген кезде болса не деп айтып білесіңдер ме? Қалай бар солай көрін деген. Менің барым осы. Мен қалай бармын солай қабылда. Сен үшін өзгере алмайды екен, извини, айналайын. Көрдіңдер ме? Осыны қалай талқандайды аналар. Осыны алаттағыны жанды болмыс, жансыз болмыс, Ибн Сина 10-шы ғасырда талқандаған. Не үшін дейді? Себебі дейді, сын айтылған кезде ақыл иесіне ғана айтылады сын дейді. Естеріңде болсын дейді. Мысалыға дейді, оны қалай білесің десе, құмыра дейді. Құмыра шатынап сынды болмаса, мен стакан дейді. Сындыдағыны енді су құйсаң жарамайды дейді. Туақ кетіп бітті уже. Енді сен стаканға, сен жарылыпсың, сызат бар, сен су ұстап тұра алмайсың, миллион жерін айта бер, стакан одан бәрі өзгеріп кетпейді дейді. Сол дейді қалады дейді. Ал адамға сен мына бәдіктігіңді, сен мына грубияндығыңды, сен мына адамды издеваться үстемдікпен бүйтіп төбемізден төн сөйлейтін кісілігіңді қояйын алайын деген кезде, ол соны қабылдап, соны жойып жіберуге қабілетті болған үшін ғана сын жанды ақыл иесіне ғана айтылады. Сондықтан қалай бармын деп айта алмайсың сен. Құмырасың ба сен, стакансың ба сен, жаның жоқ. Сондықтан сондай барым осы дейтін қыздардың басына стаканмен бір ақ ұрасың. Ішінде сен бір басын жап қойдың. Көрдіңдер ме? Өткен шақтың сандығы қабаттасқан уақыттың қысымы деген мына жаңағы потенциализмге қарай қашатын себептерінің негізі қысымы екеу болады деп отыр. Біреуі қаптаған мүмкіндіктер сендердің алдарынан параллельно келеді. Бір уақытта бесеу, алтау, жетеу көрдіңіз, сахет ана ирандықтар осыдан 15 жыл бұрын ба, 20 жыл бұрын ба бір кино түсірді ғой. Аттарын ұмытқан пәленше мен пәленшенің ажырасуы деп айтылатын. Иранда бір ғылыммен айналысатын бір әйел бар. Сол үнемі жаңа Америкаға оқуға документ тапсыра береді, жылда отказы бар. Бір күні Америка қабылдайды ананы. Ал болды, келіп сені Америкаға шақырамыз, біз виза береміз, келді оқыды, биологиямен бірдеңе айналысады. Тура сол кезде оның қайнатасы Альцгеймермен алып барды. Сол кезде күйеуі тұрады айтады, кете алмаймыз Америкаға. Сен неге мына шалдың бір өзін тастап қайтып кетіп, атаңды барып отырсың ғой сен. Анау тұрады айтады, білесің бе, мен осы Америкаға барып ғылыммен айналысып неше жылдан надоел сен Иран шариғаттық мемлекет деп оны айтып жатырған ағам. Маған не дейсің енді, Иранға бар да кете бер онда оқуға. Екеуінің арасында мүмкіндік Америкадан виза келіп шақырту, приглашение, а мына жақта шал Альцгеймермен алып, ұмытына жіберіп, көшеге шықса адасып кетіп отырған. И сонымен екеуінің арасында қырғын шайқап, өте напряженный фильм.
осыдан білесіңдер әманда адамның өмірінде мүмкіндік пен адамдық борыш қатар келіп қалады. Сондықтан сіздер спектакльге киноға барған кезіңізде главный геройдың аты қызығып көресің. Қызығып көретін себебің басты қаһарман кинодағы әманда келе жатқанда тас етіп осыны таңдауға түсіп қалады. Сен күтіп отырасың, мына қай жағына шығады екен, қай жағына шығады екен деп. Екеуінің арасындағы текетірестен киноның драмасын көрмейді. Сценарист қаншалықты оны құтыртып, соншалықты кино қызық болады. Сондықтан екіншісі уақыттың қысымы деген жаңағы сен мүмкіндік келді, дәл сол сәтте, сол моментінде айтатынды айтып, тағы қызық істеп тастамайтын болсаң, онда болды, өтіп кетіп тұрған, ана мүмкіндік қайтып келмейді. Сол мүмкіндіктің қайтып келмейтіндігі бар, бірнеше мүмкіндіктің қатар келгені бар. Екі жақтан келіп тұрған кезде сен екі жақты қысымға түсіп қаласың. Бұтты өкпеңнен қысып тұрған сияқты болып қалады мына адам. Осы негізі есі дұрыс адам ананда осындай напряжение ішінде қысымда осылай өмір сүру керек. Неғұрлым осындай қысымда өмір сүрсе, оның потенциалы ашылып, қашалып, күшейіп, оны күрескен сайын, уақыт өткен сайын ол психикасы деген мындай темір сияқты болып қалады ана жерден. Сөйтіп елуге келген кезде ол тұлғаға айналады, қиратады айналасын бәрі. Ойбай, неге железі ойлап, мына адамдар таңғалған. Ал егер 30 жасында, 35 жасында мен не өзгерте аламын? Қазір мен жиналысында пәленшеге қиянат жасалып жатыр. Әділетсіз тиісіп жатыр директор ана бұл. Неге? Жаңадан келген мұғалімге, оған жақпайды, оны орнын қуып жіберіп, орнына өзінің адамын тыққысы келеді. Мен сөйлейін десем, мен не өзгертемін? Директор болмын, бұның крышасы районында отыр бәрібір. Құрылысқа қазір қарсы шығамын, өзін жаманат боламын да, енді келісіп өзін жұмыстан шығарып жібереді. Лучше ақыл өзгерте алмайтын болсам, ситуацияға көнейін дейіндағы артқаға задний ход беретін болсаң, онда уақыт өте келе бұл қиянатты көріп тұрып, әділдік үшін күреспеу деген нәрсе режимге айналып кетеді. Болды, сен оған үйреніп аласың. Уақыт өте келе сен вообще адамға тән болмыс аталдан шығып, миссіз мақұлық жануарға айналып кетесің. Сонымен өмірің жануар сипаты аяқталады. Сондықтан онда мүмкіндікті жібермейсіңдер. Сен жұмыстан шығарып жүрсе де, басқа жерсе де, сол жерде сен мүмкіндігің екеуі қатар келген кезде соғысасың. Сен уайымдамай қой, содан сен жұмыстан шығарып жүріп, содан кейін тағы да қан болып қалады екен деп. Сол системаны әділдік үшін күресетін механизмді кім орнатты? Сол механизмнің авторы сен екінші жерден бәрі көтеріп жүреді. Ол автордың кім екенін өздерің білесіңдер. Түсіндіңдер ғой? Сондықтан ана механизмнің авторымен дос болып үйреніп алыңдар. Так, кеттік. Келесіне. Мүмкіндіктің болмысқа өту критериялары деп отырған, көрдім өткенде құмсағатты айтып қойып қойды. Жоғары жағында мүмкіндіктер, құмсағаттың қысылған тұсы нақ осы шақ, қаптаған мүмкіндіктер ағызып келіп тұрған бір нүктеде тас етіп нақ осы шаққа келіп тірелді де қалды. Сен өткен шаққа өткізуің керексің сен ананы. Енді өткен шаққа өткізген мүмкіндіктерінің бәрі сенің онтологияңды құрайды. Оны не деген сөз онтологияны? Бұрын мысалға морализациядан енді онтология қарай қашып жатыр деп айтып жатыр мына жерде. Ол не деген сөз десе, бұрын бүйтетін тұғын, өсек айтпа деп айтатын тұғын. Неге десе, өсек айтатын болсаң жаман өлгеннен кейін сені тергейді. Мына өсек сен айттың ба деп амал дәптерін көрсетеді періштелер. Сосын сен иә десең алтқа басыңнан күрзімнен ұрады, сені апарып лақтырып тозаққа деп айтатын еді олар. Енді онтологизация деген сөз ана төменге түсіп жатқан құмды көрдіңдер ма? Сол қалыптасып жатқан өлгеннен кейін сені сомдап шығаратын сенің болмысыңның материалы анау дейді. Яғни өсек айтатын болсаң, өсек айтып тілінен тиылмауыңды өліп қалатын болсаң, өлгеннен кейін сенің болмысың сол өсектен тұратын болып қалады. Сен сол материалдан пайдалы боласың былайша айтқанда. Көрдің? Сондықтан саған қараған кезде тек өсекші. Сен өлгеннен кейін сен адамдар еске алған кезде қайтып еске алады. Қайсына баяғы атақты өсекші ма деп еске алады. Ал егер сен жеңіл жүрісте салынып, сонымен зинақорлықтың атын шығатын болса, сен бұл жерде тұрсың, зинақорлық анаяқта жасадың, ол анаяқта күнә болып басқа бір жерде қалып қойды деген түсінікті сындырады тағына, зинамен айналыстың ба, сен солсың деп айтады. Ұрлықпен айналыстың ба, коррупциямен ана жақта бір документке қол қойып, үкімет бюджетін жедің ба, сол ақшаны жаратып жібердің ба, сол ұры сенің болмысына айналып кетеді деп айтып жатыр. Сондықтан бұл жерге өтудің критериялары деп отырғаны, ана жерге қарап мылжыққа өтетін кезде Әманда киелі кітаптар, шәкәрімді мен не үшін оқыдым? Абайды, шәкәрімді, Яссауиді фильтр ой отыратын себебі сол. Сен киелі кітаптар мүмкіндіктер ағылып кетіп, нағыз шықпай тарс етіп тірілген кезде, мынаның қайсысын өткен шаққа өткіземіз, қайсысын өткізбейміз деген кезде, неғұрлым сен қиссаларды көп білсең, неғұрлым абайға терең деген болсаң, неғұрлым шәкәрімді көп жаттаған болсаң,
тез жұмыс істейсің ана жерде. Так, мынау бессмысленно, мынау баянсыз, мынау сылтау болса, мынау тереңге кетпейді, мынау қарғысқа ұшыраған мүмкіндіктер, мынаны жаңағыдай арзан атағы мынау медаль седаль болмаса біреудің үстіне ар жазуға қол қойып жібереді, болмаса кешегі мысалы Астанадағы біреуге айтып жатыр да, пәлен деген қызметке барып отырасың ғой деп, бізді крышевать ете тұршы, министр орнынан ауысып кеткенге дейін 1 жыл отырып берсең болды. Не үшін десе, егер сен сол қызметте 1 жыл отыратын болсаң, Астанадан таңдап жүріп левый беріктен 4 бөлмелі квартира аласың деп жатыр. Көрдің бе? Қандай мүмкіндік келді нақ осы жақта. Егер осы жерде жақсымен келсең де сол қағазға қол қоятын болса, шынымен 1 жылдан кейін Алматыдан Астанадан 4 бөлмелі квартира алады. Бірақ сағатнаға төмен жаққа сол құмсағаттың астына барып құйылғаннан кейін, ана 4 бөлмелі квартира сенің болмысың айналаттарына как коррупционер ұрыр ретінде сен қалып қойсасын. Енді қайға барсаң да сол коррупционер деген болмысты өзімен бірге, ұрыр болмысты өзімен бірге арқалап алып жүресің. Никак сен басқаша бола алмайсың. Қылмысын бір жерге жасырып кетіп, мына жаққа тазалап шыға алмайсың былайша айтқанда. Істеген затың сені қалыптастырып жібере береді қайта-қайта. Сондықтан Сартрлар 20 ғасырдың басында адамның болмысы не деген кезде қай істі жүзеге асырды, сен солсың деп айтады. Сондықтан есі дұрыс болмысына айналып кеткің келетін болса, онда тек қана ана мүмкіндіктер тұрасың. Кетіп жібер. Так, енді міне потенциализм борыштық кернеуді жоюға тырысады. Бұны мен айттым. Потенциализм неғып күшейіп кете береді, неғып көбейіп кете береді, неғып бәрі мектепте потенциализм, неғып студенттердің бәрі жинап аласындағы адамдық борыш пәлен-пәшін сен білгің келеді, жинап алып 300 адам, 400 адам айтып жатсың. 1 адам, 2 адам, максимум 3 адам ғана шығады. Кеше лекцияда тыңдап отырған 297 адам қайда кетті сонда? Бәрі потенциализмге кетіп қалды. Мүмкіндіктерін пайдалануға ана жаққа. Адамдық борыштық қоя тұршы сосын. Ол мүмкіндік саған қайтып келмейді одан кейін. Себебі зыр беріп кетті ма ситуация ауысады. Оны қалай түсіндіреді? Оны руханиятта бүйтіп түсіндіреді саған. Мына ағып жатқан нәрсенің қайтып келмейтінін жалпы қыздар естеріңде болсын. Мына қашқан кезінде сен адамдық борыш келді, мүмкіндік қатар келді. Мүмкіндігіңде адамдық борыш жоқ. Бір атағыңды, таңыңды, кімсің бөленше уақытша ля-ля-ля-ля-ля, сарболды оқып қойдан оқып кеткен сияқты бірдеңені алайын деп тұрсың енді. Болмаса, мемлекет саған осыған қатыссаң, біз саған жаңағыдай жыл студенті деген сияқты бір атақ береміз, ұстап тұремыз сені. Мына жерде бір адамдық борыш тұр. Оны істейтін болсаң, ана атақтан точно айырыласың сен. Енді тұраттан жарайды енді, мына мүмкіндікті жібермейік, ал адамдық борыш қайда қашады дейсің, оны анда істей береміз, ол бізде ілесіп жүреді дейді ана. Сақ етіп кеткен кезде мына возможность кетеді, сен қайтпайдан бағым түсе алмайсың, кетеді енді. Осыны қалай түсіндіреді енді? Оны оп-оңай оқушыларға бүйтіп түсіндіреді. Бір күн дейді, Мұса пайғамбар үйінде жатты дағы дейді, көңілі өсті дейді. Құдайды мен дейді сүйген құлдармен қарашы, қаншама тілде Құдайды мақтап, тахлил тәсбих айтамын дейді. Аллаға ұнамады дейді, көңілінің өсті. Мұса тұршы орнынан деп тұрды. Ол тауға баршы деп айтты, тауға кіран үңгірге деді, жүре берді деді. О, жақты көрмей ясы, жүре. Тағы бір шығып кетті дейді, қарасаңыз жарқыраған, жайнаған төбеде бір бұлбұл сайрап жерде 3 метр астында мұндай тап-таза мөлдір бұлақ ағып жатыр, айналасында бәрі гүл жайнап тұр. Қараң бұлбұлға деп айтты. Бұлбұлға қараса, 1100 тілде Құдайды мақтап, мадақтап, тахлил айтып тұр дейді. Мұса ұялып қалды деп өзіне білек төкпесін есіне. Тұрды, қызығып кетті. Қанша тілде сайрайсың деп айтты. Bir тілден бір тілге ауысып кете берем, 1100 тілде сайрайын деп айтты. Не деген керемет мынау. Сен қашан айтып тұрсың деп айтты. Білмеймін, жыл санаудан шатысып кеттім. Әке осы жер жаралып суаққанда мен Құдай өсіріп тұрғызып болған, мақтап болған, әлі тұрып қанатымды қағып деп айтты. Қонған жоқ, вообще қонған жоқпын деп айтты. Сенде арман бар ма деп айтты. Бар бір арман деп айтты. Қандай деп? 1000 жыл болды осы өзі тахлил айтып тұрғаныма. Шөлдеп кеттім деп айтты. Bir тамшы су болса, шірпін, ұрттап, сіміріп салып, ай, мұны тірлігімді қайттан жалғастырса деп. Мұса десен дейін сан. Тұрмыз. Ішті, қабырап баса бермейсің. Мұса деп айтты. Мен мұна хикметті тоқтатып, Құдайдың берген нұрметін түсіп, суды ішіп, қайтып көтерілгенге дейін осы мүмкіндікті менен Құдайдың тартып алмайтынына гарантия бересің бе деп айтты. Гарантия бермейді. Онда давай до свидания. Мен тұра берем осылай деп айтты. Көрдің, напряжение деп атқан сол ана бұлбұл, напряжение тұр ол, кернеу. Сүйіндесе түсе алмайды. Не үшін? Түсіп қайтып келем дегенше оқиға кетіп қалады. Сенің орныңа басқа біреуге болады. Көрдің, сосын сен тақ етіп тіліңді істейсің дағыны, баяғыда сол сөйткенде, сөзде мен тұрушы едім негізінде.
тұра алмадың, сен болды, сенің орнына басқа адам келді, болды, кетті ана жерден. Көрдіңіз? Сондықтан кернеуді жоюға тырысады деген жаңағы ішіңіздегі қысымнан құтыламыз дейсің дағы бәрінің жіберетін қателігі сол. 300 адам келсе, үшеуі ғана потенциализмнен тыйылады, 297 адам потенциализм кетеді. Ана кернеудің қаттылығы ағымы қатты ана жерден. Сондықтан бәрі не істейді? Жас жігіттердің бәрі әкел мына тірлікпен айналысайық, бүйтейік десең, бізбен аралас құралас жақын жігіттердің бәрі бізге қатты жақындап кетсе, мына кернеу өсіп кете береді ғой. Сосын олардың бәрі бүйтеді. Сәке, самое главное, біз саған тілектеспіз. Инстаграмда посттан шыққан кезде лайк басып отырамыз. И то әйелінің аккаунтымен басады. Ана тікелей бассам бастан көріп қойып, сенің досың ба деп мені қысылуы мүмкін деген сондай бір тупизмдері бар. Көрдің? Кеттік жібер. Так, мынау маленький ребенок в бочке дейді. Борышты объектке құрбандыққа шағу, битке өкпелеп тоғымды отқа өртеме деген. Мына бұл Кантқа да қатысты айтады бұл нәрселер. Жалпы объективизм деп отқанда, мынау ребенок деп отқанда, ребенок дегенде адамдық борыш деп алынды. Мақұл ма? Мән деп алынды. Соны айтып отқаны, оған дейін, философия күшіне мінгенге дейін, рационализм күшейгенге дейін, ана адамдардың бәрі отырып алатындарына платонизмнен ауыратындар, бүкіл мына тұрған заттардың бәрі идеалдар әлемінде тұр негізінде. Негізі сол жақтан келеді деп, адамдар шындық іздеген кезінде бүкіл күшін, потенциалын бәрін ашта ұстайды, әйелден тыйылады, ұйқыдан тыйылады, түнімен қатқылып отыратындағы ойдың бүкіл күш қуатын ғайыпқа қатады трансценденцияға. Сөйттігі бұл әлемнің ішінен емес, сыртынан ғайыптан келіп түсетін бір ойдың сәулесін ұстап алатындағы бір шындықты ұстатып дейді, жерге шашып береді. Илхам дейді, болмаса дінде пайғамбарлар алатынды уахи деп айтады оны. Енді оны интеллектуальная интуиция деп айтады, ғылымдағы атауы. Енді келе жатыр, бұл қиын ғой енді өзіңді. Платон сол үшін үйленбейді, мысалы, Фараби сол үшін үйленбейді, ана жақтан келетін зат ұстап орынды. Кierkegaard үйленбейді. Енді недегі жігіттер қазір үйленмеңдер жігіттер. Ой ұстаймыз дейтін болсаң айтады, қор дейді одандар, кайф қылыппын сен дейді ғой. Сондықтан тиіспейсің. Енді бұлар не істейді? Келеді дағына, адамдар Европада ақша көбейді. Енді бәрі өмірдің рахатын, ләззат, саяхат, анау, қазір қазақтар сияқты мүмкіндік туып, шетелді аралайтын. Ойбай, жас қыздар, 20 жасар, 21 жасар, 22 жасар балалар арқаларына бір жүзектарын асып алып, кетті, қыран, біреу Вьетнамда жүріп, бәрі бұл ераже бүйтіп жүрген бір адам жерден түсіріп. Болыпты мақұл білдік енді, Жапония сондай екен, Америка сондай екен. Енді сен не істейсің енді келгеннен кейін? Блогының бәрін түсіріп келесің ғой бір күн енді. Өмір бақи бүйтіп жүрмейінше, тоқтайынша. Келесің ғой бір күн бұл жерге. Енді әйел болады, құдалық болады, өлім болады, жітім болады, біреу туады, біреу өледі, көр қазу керек, көму керек, 70 беру керек, 40 беру керек, ана больницаға түседі, оған бару керек. Енді оны не істейсің енді ондағы? Сен ол ұстап тұруың керексің, сен өмір ол. Адамда бір-бірін байланысып тұр, бір махаббат бар. Әйелмен махаббатты қалай бересің енді? Баланың мейірім махаббатты қалай бересің? Бәрі шығу қой бір жерден. Оны сен бітіп тастадың ғой. Соны мынау Европада дәл солай көбейген кезінде, Канттың кезінде тұрып айтады. Біз мына ғайыпта не бар екенін білмейміз. Мен ақылдың қуатын осы жерден шектеймін. Енді метафизиканы ары қарай өтіп, метафизика, енді физиканы ақылдың жететін жейін дейін бар, оның ар жағына қарай өтетін болсам, пайғамбарлар сияқты. Онда менікі спекуляция болады. Яғни өзім білмеген, көрмеген, көзім жетпеген ақиқаттарды айта бастаймын. Онда мен сендерге өтірік ақпарат беремін, шатыстырып жіберемін. Сондықтан, давайте мен ол жаққа метафизикаға өте алмайтынымды мойындаймын, мен төмен түсемін дейді. Төмен түсемін. Ал ары қарай өтіп кете береді ме пайғамбарлар? Олар миражға дейін кете береді. Ол Құдайдың дәрге дейін барып, жәннатты тозақты аралап көрдім, көсекшілер тозақта жанып жатыр, жаңағыдай мейірім махаббат қылатындар, біреуге қарасатындар, шылқы өмір сүріп жатыр деп гарант болады мысалға. Кант оған бар алмайды, айтады, мен тиістік керек, мен оған істей алмаймын дейді. Қысып, Кант өліп кетеді. Жаңа поколение пайда болады, олар тұрады айтады. Құрметті студенттер дейді. Кант айтты ғой сендерге, метафизикаға өте алмайтын кезде, айтты. Спекуляция болады деді ғой деді. Енді қолымыз жетпесе, о жақтың ақиқатын айыра алмасақ, о жаққа өте алмайтын болсақ, зачем уақыттың бәрін жіберіп отырып алып, Құдай қайда, анау қайда, Құдайдың қалауы қайда, Құдайдың жаңағы ирадесі дегенде, анау дегенде, не істейміз сонда спекуляциямен айналысып? Давай жердің астына түсейік, жерді қопарайық қолымызда тұрған зат. Содан
жердің шек-шабағын ақтап тастады мыналар. Жерді қопару деген сол. Ананы жабады. Сөйтеді дағына, объективизм не болды? Объективизм жоқ болды. Сен жердің астындағы қопара берші, ана объективті әлемде ештеңе жоқ болды. Спекуляция болды. Сөйтеді дағына, бізде де мысалы оның анау бочканың ішіндегі баланы суы лақтырып жіберді дегені Европада біткен монша жоқ, мынандай бочканы қояды, жылы су құяды, тап-таза. Сөйтіп кім бірінші шомылады дейді. Әлбетте үйдің егесі хозяин шомылады, шал, оны шомылдырып алады. Сосын мама сен түсесің, сосын аға сен түсесің, сосын жеңге сен түсесің, сосын жас су лайланып отыр, суды ауыстыра алмайды, су жоқ, монша жоқ. Ең соңынан кішкентай 2 жасар баланы алды, соны шомылдырған кезде дата ол су лайланып кетеді, бала көрінбей қалады. Жоқ сияқты. Сосын аты бочкадан су төгін өтегенде кішкентай баласын төгіп жіберді де бала ағып кетті дейді. Метафора ғой бізде деп жүрек жұмсақ қыздар бала шынымен ағып кетті ме? Одан айтып жатқаны битке өкпелеп тоныңды отқа жақпа деген Қазақстанда 20 жыл салафизм насихатталды. Страшно болды. Ойбай, ана екі тілмен жағына сүйенген екі салафи шықты дағыны, біреу мына жақтан кірді, біреу мына жақтан кірді. Қазақстандағы спортигі бар ма, әншісі бар ма, киношнигі бар ма, бәрін шақырып, бәрін әйелдерін қап-қара хиджабқа отырғызып, консерваторияда оқытқан балалармен домбыра қарамай шығарып, бәрін мұбаракқа кетіп, шығарып, мектептерге жұма намазға кетеміз деп, пятница күні мұғалім бір сабақ өтейін десе, бәрі тұрып алды, біз жұмаға барамыз, Алланың парызы, ертең ахиретте сен жауап бермейсің деп тағын мектептегі оқу жүйесін бәрін талқандап жіберді. Мына 2008-2009-да мен Шымкентте үлкен бір жиналыста отырмын, мұғалімдердің біліктілігін арттыратын орталықта, соның басты шақырып отыр, замахим келіп отыр, соны курьер ететін. Мәселені талқылайын деп отыр. Бәленше біз жұмаға барамыз, біз уақытымыз, біз кете берейікші деді. Әне жерде Шымкент облысындағы мұғалімдердің біліктілігін арттыратын күрделі бір мәселені талқылап отырып, мені қонаққа шақырып. Ана чиновник келді дағыны, оңбаған, ана халықтың мәселесін талқылаудың орнына келді, мен жұмаға барамын деп тұрып кетіп қалды. Қарап, өзіне психологический утешение беретін возможность пайдаланды дағыны, әне жердегі адамдық борыш тастап кетті, оны оңбаған. Оның кесірінен проблема шешілген жоқ. Әкімнің қолында ең соңында ол акиматтың атынан келіп тұр. Біз талқылап, ол ең соңында ешқандай қарар печать далаға кетті бәрі, маңырап. Көрдім, соны көрді да адамдардың бәрі. Дін деген осындай қоғамдық институттардың бәрін құлатып, мектептегі институт сабақтың бәрін тоқтатып, студенттердің бәрін жындырып бітті. Консерватория просто тараудың алдына келді. Сондықтан дінді қорытындап, вообще дінді тамыр-тұғырын талқандап жерінде дейді дағыны. Тоңды салафизм идеясынан бетінен тазартудың орны тоңды тұтас жағып жүрді әне жерде. Енді дін кетіп қалды. Аллаху акбар. Діннен бірге адамдық борыш та кетті, иман да кетті, кісінің көңіліне қарап бәрі кетіп қалды енді. Енді жоқ. Сен мойныңа жауапкершілікті біледі енді. Ғылым біле алмайды. Ғылымның бар білетіні жақсы оқы, PhD, красный диплом, бұл одан не етеді саған? Ал ол не туғызады? Ол бәсекелестік туғызады, бақталастық. Енді сен не істейсің? Қарсыласыңды қалай да құртудың, одан озып түсудің, асып түсудің. Енді кафедрада сен кіре алмайсың. Не үшін? PhD қорғай алмайды, кеше ғана барғанда доктор жылап келді. Не үшін? 9 жыл оқыдым дейді. Енді қорғауға шықсам дейді, менің ғылыми руководителіммен ана кафедраның руководителі ұрысып қалған дейді. Сосын екеуі ана жерге барған кезде қорғауға дауыс беретін кезінде анау айтты дейді, мынаны мен руководителіммен ұрысып қалған ғылыми жетекшісін, соны төмен беріңдер деп айтты. Сонымен соны қол көтерген кезде мен жеңілдім. 9 жыл оқыған затым қорғалған жоқ. Сол екі зат кафедраның екеуінің личный неприязньдерінің екеуінің ұрысып кекшілдігінен мен құрбан болып кеттім дейді. Көрдің? Бұлай да қирады, бұлай да қирады. Бұлай жүріп, анаған барып тірелді, бұлай жүріп, мынаған барып тірелді енді мынау. Көрдің? Сондықтан сендер ана екеуінің ортасынан дәл кету керек те. Ана объективизм деген не? Ана жақта құндықты алып отырып, мына ғылымның күшіменен шықпайтын болсаң, таза ғылыммен кететін болсаң, онда Толстой дұрыс айтады. Наука – это самовыражение, религия – это самоотречение. Дінсіз ғылыммен айналысасың ба? Мақала жазасың ба? Мен оны жазғанмын. Ең бірінші Қазақстанда осыны ең бірінші көтерген мен. Осыны алғаш рет мен қазақ әдебиетіне мен жаздым. Осыны менен қазір бірдеңеден кафедрасының несі көшіріп алып, маған сілтеме жасамай үшеу. Сөйтіп жазып қойып, вообще ұятсыз болғанда.
сілтеме жасау деген жоқ бұларда деп өстіп көрдің ба? Кетті соны сілтеме маған авторлық көп. Біреу келеді да мақала жазады біреу. Мен негізі бұл мақаланы 10 жыл зерттеп жазып едім. Декан шақырып алды да, мен автор қос деп айтты дейді. Вообще ұятсыз ше, 1 грамм еңбегі мен жоқ, алттан маған жабысып алды дейді. Өстіп академиялық әлемін қалқан болып кеткен жерден. Көрдің? Сондықтан бір жағына шығу қиын да, точно ортасынан ұру керек енді. Кеттік. Так, рефлексия құрбандары дейді. Бұл рефлексия құрбандары деген не? Бұл қазір сендердің Құдайдың құттығын көріп жүрген заттарың. Мынау рефлексия қай кезде күшейіп кетті деген кезінде объективті әлемде, ғайып әлемде, тәңірлік әлемде мейірім, махаббат, иман, Құдайдың дидары, хикмет, аяма сәбита, кешірім, тәуба, ар, ұят, жауапкершілік, еркіндік деп аталатын құндылықтардың бәрі тәңірлік әлемде тұр. Біз мына жақта жердің астында инстинктпен тұрамыз. Сосын біз мына жақпен байланысамыздағыны мейірім, махаббат, кешірім, ар, ұят, жауапкершілік дегенді тәңірлік әлемнен алып кетеміздағыны жердің бетін толтырамыз да, сол құндылықтарды шашып береміз да, сол кезде қоғам деп бір жеңілдеп қалады деп айтатын. Енді келді да айтты, все болды, объективизмді қойыңдар, ол жақта ештеңе жоқ, күштеріңді астыға салыңдар дейді ғой енді. Сол кезде мен жердің шек шамағын ақтару, тау, тас, туннель қазу бәрін ақтарып тастады ма, қопарып тастады ғой. Уже жауапкершілік деген не, махаббат деген не, кешірім деген тақырыпта талқыланбайды, болды. Ол талқылау уже тупизм десек, ол талқыласаң күлкіге қаласың уже. Енді рефлексия не болады? Рефлексия деген енді сенің ақыл-ой сана сезіміңді ғайыпта тұрған құндылықтарды, объективті құндылықтарды ұстап алуға күшін жұмсамайсың. Бүкіл күшіңді өзіңнің санаңа жұмса деп айтады. Сөйтіп тағына сенде, қазір айтсам күлесіңдер, бәріне мода болған бір сөз айтайын ба? Қыздар, сендерде на өспейсіңдер, білесіңдер ма? На жақсы жігітті жолып қою үшін себебі сендерде детская травма бар. Міне кетті осы. Ана детская травма деген бәлені шыққаннан кейін ол травма бар ма, жоқ па, ол травма қайда тұр, ол маған қалай білмейді оның ғылымын. Естіп алған Фрейд деген біреу болған, сол баяғы айтқан, 1901 жылы сондай подсознанияда қалып қояды деген. Соның понаслышке естіп алған кез келген өміріндегі әрекетке детский травманы ұра беретін болды. Қит етсе, бірақ одан құтылу керек бір күні, карма деген бір бәле шықты. Көрдің ба? Сенің не жеріңде, енді одан құтылу керек. Нағып кетейсің, сен білесің ба? Өте бедное мышление. Қыздар бәрі мына жерде богатое мышление болу. Арзан люстра аласыңдар өздерің ақшаларыңды аяп. Ну, конечно, сосын ақшаның блогы жабылады. И тым доған жерден шығарып аласыңдар. Көрдіңдер ма? Ғайыппен ісі жоқ. Ана жақтан напряжениемен ойланып алатын күш-қуаттың бәрі мына бітпейді бұл. Мына жердегісі бар ғой. Мен қайта үзіп жүріп 5-6 ғана айтып отырмын ғой, олар ішіне кірсең чакра, оказывается. Финансовый поток все заблокированы, қыздар, понимаете, надо открыть оның бәрін. Өз тұтаған ақшалар сыпырды ғой, аналар. Сонымен рефлексия деген, сонымен тамда шығару болса әне жерден. Сондықтан рефлексия деген бар, self-reflection деген болады. Яғни өмір сүріп, бір күн өткізгеннен өзіңнен өзіңе есеп алып, болған оқиғаларды анализ жасап отыру деген бар. Ол өзіне есеп алу деген. Бірақ сен бүкіл болмысыңды, сол сенің санаңның ішіндегі болып отқан құбылыс, сол өзіңнің сенің санаңның өзінің ішіне кіргізіп, сақыртыз құлттап қойса, миыңның ішінде айналып жүресің, мына жерде травма бар, мына жерде поток бар, мына жерде богатый мышление, мына жерде бедный мышление. Жоқ, тасбақада жоқ. Байығың келе ма? Ешек сияқты жұмыс істейсің. Бизнес партнерлармен әділ боласың, сосын заңды көру керексің. Осы үшеуін сақтап отырасың, сосын байисың сен. Сен кедай ішіп тұрсаң, сен ешкім істемейді. Бір рет лақтырасың, 2 рет лақтырасың, үшіншісінде бандиттер сені мәшинен багажына салып алады да, ол таудың арасына барып өтірік тастайды, я тірідей көріп тастайды. Болмаса сен үйін тартып алады. Бұл осы бедный мышление. Ол не қиындығы бар? Оған болса семинарға қатыссын. Мыналар сендердің өмірден нақты мысал міне. Көрдіңдер ма? Адамдық борыш пен мүмкіндік екеуі қатар келді. Мынау Қазақстанда 88 жылы 3 жыл Қазақстанда екінші адам болған адам, секретарь по идеологии, Колбиннің кезінде. Өте үлкен должность. Ол должность пенен Қазақстан жатқызып тұрғызуға. Колбин первый секретарьдің как президент ретінде отырғанменен
ықпалды мынау жүргізген. Себебі не үшін олай болды? Себебі Колбин 86 жыл келгенде декабрь оқиғасы болады да, желтоқсан. Қазақтарды ұрып, сабап, өлтіріп, бәлем-бәлем оқудан шығарып жібереді. Содан кейін қазақтар қарғап, боқтап, уже атмосфера сезіледі. Қазақстан қоғамы Колбинді онша қабылдамай қояды. Біліп тұр ғой енді. Енді оны авторитет көтеру керек. Сөйтті ол менің көз алдымда болды. Ол 87 жылы Колбин тұрып алып на қазақша білмейсіз, анауынан қонап қазақша білетін деп тиісті болған. Содан кейін Колбин отырып алып если надо будет, мен қазақша үйренемін деді ол. Сөйтті да репетитор жалдап алып, жұмысына ерте сағат 7-те ма 8-де келіп алып, 9:30-да жұмыс басталғанға дейін күні 1,5 сағат қазақша оқыған ол. Қалтасында мына жағында қазақша сөздер мен орысша сөздер салып алып, ауыстырып оқып отыратын ол бейшара. Оның личный репетиторы интервью берген арай журналына, Колбинге салып алып. Соны қорқытып, абырой көтергім келем ғой, битси деп ананың желкесіне нұқып, қағаздарға қол қойып отырған өзбек жәнібек. Сөйтті анаған барады, маған қол қойып жүр, енді маңызды қайтаруға қол қой, сол кезде қазақ қоғамы сені жақсы көреді. Тайқазан кімнің кезінде қайтып келді? Колбиннің кезінде, дұрыс па? Колбиннің кезінде келген рас па? Бірақ кім оны ұйымдастырып жатыр? Сен Эрмитажда 34 жылға келген Тайқазан саған мына шовинист орыс бере салды деп отырсың ба? Атасының басы беріп. Көрдің, бұның өмірінде уже секретар болу мүмкіндік, балдарын шетелде оқыту, үйту, артекке жіберу, ой, өзі мынандай лагерьдер деген жоқ, артек деген бар ана Қырымда, Қара теңізде, соған жаңағы байдың балдары бар. Мұнаның балдары ше артек түгіл, Алматының лагерін көрмеймін. Мына үш баласын да танимын, Ниетжанды да танимын, Бауыржанды да танимын, Жұлысын да танимын. Бәрі әшінен қарапайым квартирада тұрып әлі күнге дейін жерде. Үйлеріне барсаң кішкентай кухня, шай ішіп отырып болды. Сол мүмкіндік бұл да секретар. Қырам десе қыржып жүрген күші бар. Өйткені 89 жыл ыстық тараудың алдында тұру жүр. Басып қалам десе, басып қалатын мүмкіндігі бар. Бірақ бұл должно, единственный должен. Адамдық борыш, одан нені талап етіп отырады. Бұл қызметті пайдаланып, бала шағасын артекке жіберіп, мұсы шетелде оқып емес, баласы біреу Россияға барып, Новосибирскіні бір жылда 2 жыл қайтып келген, болды қалғандарын пәтер жүреді. Бір қызы медицина жүрген. Одан бұл алаптағы айтады, жоқ, әрбір мүмкіндікті жібермеу керек, себебі сен бүгін қызметте барсың, ертең жоқсың дейді, алаптағы бүгін күшін салаттағы наурызды қайтарып, сосын мына алаш арыстар бар ма, соның бәрін ақтап, КГБ-ның биігінен басып сындырып, өйткені секретар по идеологии деген ол ең үлкен должность. КГБ прокурорын сындырып жібереді жоғарыдан. Соның бәрін тізеге салып сындырып, Шәкәрімді, Міржақыпты, Әлиханды, Ахметті бәрін ақтап тастаған. Ол басы қасында отырып, қалған қолында биік жоқ, құр үйінде кухняда отырып айта береді, Мағжан деген бала, Бәлежан деген бала ақтап көрді. Не пайда сен қолында биік жоқ, кухняда отырып алып, үш күн айтқанда. Мынау алды да 1 сағатта пашақ-пашағын шығарып тастады. Сөйтіп барды дағы 4-ші этаждан кран алып келді дағы, мә саған деп мынаны Эрмитаждан жуып алып дағы, КамАЗға байлап алып келіп, Түркістанда қазақтардың духы көтеріп бір адам болып қалған кезінде 89 жыл. Так, примерно осындай. Жер. Мынау қанша сәтбаев? Кітабын оқымды ма, ғылым немайдан? Оқымадыңдар ма? Көрдің ба? Қолынан. Мүмкіндікте қатар келіп тұр. Должно деді тұрдың қолында. Қайсыны істеу керек? Бұл уже сол таныстың билік қолға түсті. Билік не үшін қолға түсті? 45 жыл, 46 жылы Шаяхметов бірінші секретар, яғни президент болып тұр. Ал секретар по идеологии Ильяс Омаров тұр. Ал мына жақта академия өзінің қолында тұр. Ал премьер-министр соның басында. Мә, ты че, мынандай возможность 4 бірдей адамның қазақтың ұлтшыл қолына билік тию деген шанс деген мынаны басу керек қой. Барды дағы Москвада таныстықтар бәрін пайдаланып, мен академия соғым, 46 жылдың академия соғып ұстайтын себебі сол. Мына қазір ЮНЕСКО-ның тізімінде Алматы қаласында 10 ба, 11 бал жер сілкінсе құламайды екен. Прикинь, до такой степени сол жүріп Жапонға талды. Стенасының қалыңдығы 3 метр ме бөле ғой. Сөйтіп, мен бұны мысалға мүмкіндікпен жаңа должныйларды міндетті қатар алып келіп себебі 52 жыл бұны қудалаған кезінде, бұл Москва қанала барған кезінде, Москвада достар тұрғанда айтқан, қай қалада тұрғың келеді, қандай қызмет істегің келеді, ну давай саған мынаны берейік, қаласаң мынаны берейік, Москвада геология институтының директоры боласың ба, не болғың келеді сен айтшы, қай Ленинградтан үй аласың, Москвадан үй аласың ба дейді. Көрдің ба, мүмкіндіктен қаптап кетті. Бұл отырып жоқ, мен лучше жезқазғанға барлау шоуып барсам да мен кетуім керек. Сөйтті дағы мақұл деп, 53 жыл Сталин өліп қалды дағыны, бұны Керрай қайтарды ғой енді Панамериканың кезінде. Бұл келді дағыны, әшейін президент емес, геология институтының директоры болып та, қайтадан разведкаға кетіп қалды. Бұл там уже 60-қа тақап қалған жасында 55 па, өзі 97 жылы жүріп көрді, 99. Онда 52 жыл нешеде болады, 53-те ма, 54 жасында бұл барлаушы болып айдалада жүреді.
Соның арқасында зато Күмсін Сәтбаев болып кетті. Ал енді Сәтбаевтың кезінде осыменен қатар болып Москвадан Ленинградтан үй берген мүмкіндікте мүлт жібермей Қазақстандағы адамдық борышын тастап кетіп қалған ғалымдар бар. Бәрі орыстан қатын алды, бір жаққа сіңді, аттарында ешқандай із қалған жоқ. Қазір олардың моласы қайда, өзі қайда, онымен Аллаху акбар. Біз қаншты әлі арқа тұтып жүрміз. Көрдіңдер ме? Кеттік жібердік. Мына Жұмабек, міне сендер мүмкіндікпен екеуінің қатар келуі деген. Ол 54 жылы Шаяхметов келді, ол 45 жыл властьта ұлттық кадрларды күшейту деген Сталиннің саясатын алып алаттағын Қазақстанда бүкіл облыс әкімдері, облыс әкімі деп айтпайды, первый секретарь дейді. Бірінші секретарлардың бәрін алып та қазақтардан қойып тастаған. Сол кезде Ақмоланың жігіті осыны алғанда Ақтөбеге оқып болған. Сөйтіп 52 жыл репрессия болаттағын биліктегілер бәрі сыпырып, Шаяхметовын кетіп тентіріп, Хрущев келгеннен кейін Оңғасын кетіп тентіріп, Ильяс Омаровын кетіп тентіріп, Қаныш Сәтбаевын кетіп тентіріп, Мұхтар Әуезовін кетіп тентіріп, бәрі қашып кеткен жерден. Содан билікте ешкім қалмайтын, Беляев, Яковлев, Журин, Брежнев деген төртеуі де Москвадан келіп Алматыны басқан. Баяғы заман көзден бұлбұл шығады. Сөйтеді дағы билік қаңырап бос қалып, жалғыз Жұмабек қана қалған Ақтөбеде. Құдайдың құдіретіменен Хрущев Индияға ұшып бара жатқан кезде Ақтөбеге қонып сәлем берген кезде сөйді первый секретарь Жұмабек Тәшкен күтіп алып қонақ қылады, ол нақтылады. О, сен жақсы жігіт екенсің, сені көтеру керек дейді. Мына жерде Верховный Советтің председательдігін бұны тағайындап кеткен. Кейіннен бұны премьер-министрлікке дейін көтереді Хрущев. Не үшін жүріп жатыр бұл? Себебі мына қызмет беру арқылы Қазақстанның 5 облысын алмақшы. Сөйтіп Целинный край деген край ашады да, сол жерге билей кетті ағына. Қазіргі біздің Астана қаласы, өзі Ақмола қаласын Хрущев граф деген столица жасайды. Сөйтіп 5 облысты Россияның губерниясы қосам дейді. Бірақ Конституция бойынша Қазақстанның премьер-министр келісіп қол қоймаса, ол жер берілмейді. Мына 60-шы жылы декабрьде бұны шақырды Қонаев екеуі. Қонаев былай тұра тұр, мынаның мінезі жаман, оның алдында екеуі ұрысып қалған, төбелесіп Ақтөбеде Ақмолада алды-алдыдағы екеуінің арасында жорстық әңгіме болды. Міне возможность и мягко объективизм, адамдық борыш. СССРдағы үшінші адам Ворошилов, Верховный Советтің СССР бойынша председателі пенсияға кетті, орны бос. Жұмабек, не керек саған? Көрсетші болды ғой. Мына креслоға отыр, СССР үшінші адам болды, басқа СССР. А бірақ 5 облысты өткізіп бер. Қалай? Бұлай предложение СССРдің кезінде. Сен ауылдан шығып, Кремльге барып, кабинетте СССРдағы үшінші адам болып отырсың. А жер несі жалпы саған түсінбеймін, Жұмабек. Бәрі СССРді өмір сүріп жатыр ғой, қазақтың жеріне, Россияның жеріне, бәрі Советский Союз деп аталады. И вообще, Жұмабек, есіңде болсын, уақыт өте келе казахский язык никогда не будет существовать. Бәрі культура өледі, тек қана совет адамы ғана. Совет адамының тілі бұл русский язык, есіңде болсын, Жұмабек. Ал Жұмабек және істейді. Жұмабек оған өлсе сенбейді. Отырда жоқ, жер бермейді, екеуі до конца тіреседі. И бұл екеуінің арасында болған теке тіресті Жұмабек менің енемнің туған ағасына айтып берген. Болат Ермекбаевқа. Мен сол енемнің айтуымен оның ағасының үйіне барамын, Шымкентте. Барамын да айтамын, Жұмабектің ұстасқан рас бар. Мен оған Шардарға 5 күн ары-бері машинамен тасырамын. Сол кезде маған айтып берген. Хрущев қанымды іште атаңан деді, кабинетіне кіргізіп алып, жер берді. Сөйтіп тұрағына Ворошиловтың орны, Ворошилов. Бәрін отказ берді. Уже карьераға кірес, СССРдің кезінде қызметтен алындың ба, болды сен. Тосын. Еш жерге бара алмайсың, ит аша алмайсың, тоғы аша алмайсың, жеке квартира сатып, просто бишілік талда қаласың. И сондай бабанға дейін кетеді. Соның арқасында Құдай сақтап, 5 облыс Қазақстан территориясында қалды да, көрдіңдер ме, соғыс басталған кезде шекараның ар бетіндегі қазақтар бәрін Украинаға апарып салды да, 2 жылдың ішінде қырып тастады. Шекараның бер бетіндегі Петропавлдың қазақтары Астағфирулла, деп құдалықты билеп жүр. Көрдің? Қазір нағып Жұмабек шықпайды. Қазір нағып жастардың ішінен осындайлар шықпайды. Қайып шығады? Бәрі богатый мышление. Детский травма қараңыз, рефлексия қып кетті ғой. Қайып сен көтерілесің ана жаққа. Бұл кішкентай кезде молданың баласы. Оқып ұстаған бәрі. Біледі соны. Айтпай өтірік коммунистік жүр. Көргенсіз, сондықтан сендерге Европадан ағылып келіп отқан мотивация беретін кітаптарыңыздың бәрін бүгін үйлеріңізге осы жерден шыққаннан кейін барасыздар дағы ма? Просто өртейсіздер или біреуге
жаңағыдай детский травмасын или жаңағыдай богатый мышление іздеп жүрген қыздарға сатып жіберіңдер. Ақшаны далаға кетеді десең. Жібер келесіңдер. Міне, борыш болмаса тағым көз бітеледі. Қазір айтып тұрған сөзім. Адамдық борыш деген теманы жабасың ба? Болды. Сен әлемді тану, ақиқатты тану, шындықты тану өшеді. Сен рефлексияның ішіне кіресің, сенің максимум танитын жаңағы мотивация алыншы. Мотивация. Не мотивация? Қайға алып отыр түсініксіз. Қарашы, 100 пайғамбар мұғжиза көрсетсе де, сені көрмей мұсылман бола алмаймын, сенің нұрың түспеген молдаларды, сорларды пейішке кіреді деп ойламайын дейді. О объективизм деген сол, сені көрмей мұсылман бола алмаймын, сенің нұрың сырттан келіп ұру керек ана жерден. Сол сырттан ғайыптан келіп ұратынды объективизм деп соны айтады. Объект ана жақтан. Нұр деп айтпайды ғой философия. Объектив бұл нұрма басқа ма, өзін жасауы басқа ма. Түсінгенсіз бе? Осындай тексттерді оқыған кезде подтекстті оқып үйренуің керексіңдер сендер. Осының бәрі оқытылмайды, үйретілмейді. Түсінбейсің, тұрасың, қойып кеттік. Лучше карман іздейсің деп қаласың. Жер. Так, ноодинамика бөлгенде калейдоскопизм басталады. Енді сен жаңа напряжениені жойдың. Яғни ноодинамика деген о ноос деген рух деген рухани динамика деп оқыңдар ана. Мақұл ма? Жаңа кернеу бүйтіп постоянно сен адамдық борышың қайсы бүйтіп тыпыршып тұратын нәрсең рухани тыпырлаушылығын өліп қалғаннан кейін орнын калейдоскопизм басады дейді. Жібер келесіне калейдоскопизм деген мынау калейдоскоп деген ойыншықты көрдіңдер ме сендер? Сендер онша жақсы көрмедіңдер деп ойлаймын. Мынаны ашып кетші кел. Біздің кезімізде 84-83 жылдары Аяз ата келген кезінде ең өлеңді жақсы айтқан, тақпақты жақсы айтқан балаға калейдоскоп беретін болды. Бұл бәле ойыншық, жаман қызық. Өзі дәл советский мынандай дүрбі сияқты. Қарайсаң, қып-қызыл сап-сары өрнек деп жасыл қызыл ойнап тұр. Бұрайсаң шықыр өрнек айнала береді. Сағаттар отыра бересің, ана кете алмаймын. Содан бір күні ойлайсың, ішінде не қазына бар екен, ашып көрейші ата-анасына деп. Ол сындырып картонын бәрін жыртып ашсаң, оңбағанда 3 әшейін айна мынандай. Соны 3 бұрышқа қойғанда бүйтіп, ана басына әшейін пластмасса қойды. Әшейін қиыршып тастады. Содан айнаға шағалса дегенде айнаның өрнек болып тұра береді деген. Енді оны не үшін айтып отыр калейдоскопизмде? Мына қазіргі жастардың бәрінің тұлға шықпайтын себебі не деген кезде объективті әлемде құндылықтар жатқаннан кейін калейдоскопизммен айналысады деді ме? Сен енді бүйтіп қараған кезінде негізінде әлемді көз салған кезінде өзіңді емес басқа құндылықтарды көруің керексің әлемдегі. А сен көре алмайсың оны. Сен үнемі бүйтіп қараған кезде бітеу болмыс деп айтады, закрытая система. Бітеп қалған болмыс өзін көріп отыра береді. Оны әсіресе филологияменен журфакта, әсіресе журфактың қыздары жаным ішті менің. Журфактың қыздары жоқ па бұл жерде? Слава Богу, шынымен. Ол қыздармен араласу маған жаман напряжение туғызатын еді студент кезімде. Сондықтан мен басқақтың қызын үйленіп кеттім. Хоть әлдеқайда сұлу болса да алған жоқпын. Алған себебім ана группада 100 қыз болса 100 калейдоскопизммен алған. Бәрі өлең жазады. Жазған өлеңдері ол ғайыптан ана жақтан бірдеңені алып келсем мақұл. Келе жатыр едім, сенің жанарыңа көзім түсіп кетті. Сол сәтте маған бүйтіп қарадың, та-та-та-та-та-та. Екінші өлеңін оқиды, ана үшінші өлеңін оқиды, төртінші бәрі бөлмесіне мынандай мақұлықта бірінші курста жазған өлең, мына екінші өлең оқи бітпейді ана өлеңдері. Мына сен оны тыңдай алмайсың. Себебі объект жоқ. Абайдың өлеңі мысалы өлмейді. Себебі абайда объект бар. Сырттан көрмейсің. Іштегілді қашырсаң түседі хақтың сәулесі, жүректің көзі ашылса, адамзаттың хикмет кеудесі, малда да бар жан мен тән, ақыл мен сезім болмаса, тіршіліктің несі тереңге бет қоймаса деп анау жақтан толғап жатыр. Абайдың өлеңінде объективті құндылықтар болғандықтан сен абайды орысшыл дейсің ба, мектеп ашпақ дейсің бе, абай туристерге ілесіп алып, аузың егер оттай бір. Түкте ола алмайсың абайға, тұрады солай. Себебі ол ғайыптан тартады. Сенің жаңа әсер алғыш жылына бір блокнот өлең жазып тастайтын жаңа қыздарың түкті істей алмайды. Ондай ақынды мен биігі тойып кеткенмін.
ақырында қазір диплом алған күні жалаң аяқ жалаңбас қашқан мен. Әншейін ана қыздар ұстап алмасын мен деп. Ұстап алса өлім оқиды да тұрғызып қойып сені. Білейін, менде бір екі қол соққандарына қарағанда сендердің қандарың шыққан екен ғой. Свобода деп ақыры жүрсін еді. Сондықтан ойбай ана бір менен екі курс төмен оқыған біреу керек, өлең жазып, бізбен оқыды енді ол. Ойбай, онда блокноттар бітпей туған болса, отырып өлең оқи берді, арақ тойып отыр, ақырын степон бәрсін өткізіп. Қазір жүр ғой енді. Жібер. Так, дүниетаным объективті әлемнің фрагменттерінен құралады дейді. Сендердің іштеріңдегі мына әлемді екі мир в мире деп айтады. Әлемнің ішіндегі әлем дейді. Сендер мына қыздар, жігіттер бір-бірлерімен сөйлескен кездерінде көрдіңдер ме? Диалог болмайды қазір жастардың арасында. Монолог болады. Не үшін диалог болмайды? Диалог болу үшін қасында отырған сұлу қызбен кездесуге шақырғаннан кейін сен оның әлемін тануға тырысуың керексің. Қандай құндылықтарға қызығасың, қандай фильмдер көрдің, қандай кітаптар оқыдың деген сияқты ше. Олар сенен соны сұрау керек. Қандай өнерің бар, қандай кітаптарды оқисың, Толстойды оқыдың ба? Қазір енді білгім келеді барып болса мода болып жатыр. Қазір жігіттер бармаса да білгім келеді деп таныса білдік ме ана қыздармен. Енді сендердің араларында диалог болмайды, монолог болады. Не үшін? Анау қыздың жан дүниесін танығаннан гөрі өзі бітеліп қалды ғой калейдоскопизмнен. Отырып алады өлі жайлы айта береді, мен ше, сөйттім ше, сондай ше, сондай ана қыз әлі болды, енді оны айту керек қой бірдеңе енді. Көрдің, екеуі отырып, диалог орнамайды, себебі ортақ құндылық жоқ ана жерде. Сонынан айтып жатқандары, сенің көкірегіңдегі мынадегі ішкі әлемің, внутренний мир деп аталатын зат, ona объективті әлемдегі құндылықтарды кесіп фрагмент ретінде мына жерге жинайды да әркім өзінің субъективный әлемдерін құралады. Егер сен ана жақтан бірдеңені алмайтын болсаң, мына жерің бәрі пустовать етіп қалады дағына, сосын сен қуыс кеуде деген тексен сен вакуум деген аурумен ауырасың, сосын бәлімсінен бірақ шығасың ана жерге. Сен жасың 40-қа келгенде, 45-ке келгенде, бесік жыры санамақ, тақпақ, қисса үйретіп отырасың анаған. Қара сен қанша қырып кеткен ана адам. Пустой әйеліміз екеуміз ұрысып қала береміз. Үйде айтатын әңгіме жоқ, конечно, жоқ. Не айтасың сен үйде? Болды, кетті уақыттың бәрі талаға. Сондықтан сен киноға бірге бару керексің, бірге ыстық ұяға бару керексің, қара шаңырақтың киесін бірге талқылауың керексің, сен қайтаданға бару керексің, сосын жігіттің ерлігін тамсанып айтуың керексің. Оған көрдің бе, соған қайлап объективизмге келе жатыр қазақ фильмдері қазір. Бұның оның алдында объективизм жоқ, субъективизм. Тек боқтап сөйлейтін кинолар түсіп ұстап отыр. Ол енді өтпей қалып, енді маған қарай кетіп жатыр қазір. Жібер. Көрдіңдер ме міне, әлемді түгел мен көріп, ешкім мені білмесе, мұқтажым нәрсім жоқ болып, зияным жанға тимесе, телескоп. Бұл не? Бұл сен қандай адам болуың керектігіне жауап беріп отыр. Жігіттер, қыздар, сендерге калейдоскоп болуға рұқсат жоқ. Өзіңді құрисың, біреуді құртасың. Сендерге тек телескопқа болу керек. Сендер телескоп болуға тиіссіңдер. Міне, шәкәрім телескоп. Әлемді түгел мен көріп, ешкім мені білмесе, мұқтажым нәрсім жоқ болып, зияным жанға тимесе. Не үшін телескоп? Телескоп қараған кезде телескоп өзін көрмейді, ол саған Сатурнды көрсетеді. Ол саған Юпитерді көрсетеді, ол саған Айды көрсетеді, бірақ өзін-өзі көрмейді. Сондықтан да калейдоскопист жігіттер, балдар, қыздар не болады? Менің жазған өлеңім бар еді, менің маңдайларым бар еді. Ол қойшы тойып кетті уже саған. Мына әлемде не танымдың енді сен? Соны айтсайшы. Көрдің, жаңа богатың мышление, итбай, күшікбай, бәрі айтып отыр ана жерге. Сырттан ештеңе айтпайды. Сонымен отырып та шәкәрім алдыда мына телескоп деген мынандай болады, айналайын деп банк еткізді. Сондықтан сенімен әңгімелескен кезде, диалогқа түскен кезде қарсыңда отырған адам саған басқа әлемдегі құндылықтарды көрсетіп, сен өзіңді ұмытып кетуің керек. Бір уақыт көрмей қалу керексің өзіңді. Жоқ болып кетуің керек сен ана жерде. Қаяқтан бұл бастарыңнан сөз ысырмайсыңдар, шеттеріңнен көкірексіңдер. Жібер. Бұны айтып қойдым, рефлексия екінші мәселе, объективизм айналысасыңдар. Жібер. Так, мәнді ұстағанда өз болмысыңды параллельно сондайсың деген сол. Аманда сыртта тұрған сонда бір мәнді құбылыстардан айналысқан кезде, мен бағана бір мысал айттым, бір театрға шығайын деп жатыр еді, киноға семьямызбен, бәлен жерде осы ДТП болды, бәлен жерде дөңгелек ұшып кетті, тез соны кету керек. Бәрін тастадың, сырр ұштың, ана жерге бардың. Ситуацияға араластың, мәнді тірлік болды, құтқардың. Сол кезде сол оқиға сол жерде ұмытылып қалып кетпейді. Сол оқиғаға сенің болмысың айналып кетеді. Бұны маған түсіндірдім. Солай ғой.
зинахорлықпен түсіндірдім, өсекшілікпен түсіндірдім, парақорлықпен түсіндірдім. Яғни парақор, зинахор, өсекші болған кезде сен соған айналып кетесің дағы, адамдар сен сол бітірген ісіңмен анықтайды. Дәл сол сияқты, мәнді ұстағанда өз болмысыңды қоса ұстамыз деген жаңағы Сәтбаевты көрсеттім, Жұмабекті көрсеттім, Қанышты көрсеттім. Күні кеше ғана Өзбек әлжайында спектакль шықты. Өзбек әлжайында өте қызық болды, между прочим. Не үшін сен Өзбек әлі туралы спектакль қоя аласың? Себебі оның болмысын ұстайтын болсаң, нақты ұстап алатын тірлігі бар оның. Қазақтың қыздарын қойшы қылмайын деп төбелескені бар, қазақтың қыздарын тракторист қылмайын деп төбелескені бар, наурызды алып келгені бар, торғайды көтергені бар, музейде ашқаны бар. Ұстайсың. Уже Өзбек әліні ұстап алады да, қолға түскеннен кейін болмыс ретінде ол сценарийге түседі, пьесаға айналады, ол тексттерді жаттап алып, әртістер алып келіп саған көрсетеді. Ал енді Өзбек әлі Жәнібектен замандас болған чиновниктер бар. Тек қана жаңағыдай қайын жұртындағы бездармен, балыздармен жаңағыдай топас қайын інілерін шетелге оқытуға түсіп жүрген. Сен солар туралы барып спектакль түсіре аласың ба? Мысалы, Балаубаев деген премьер-министр болса өзі. Бәйкен Әшімов деген 25 жыл премьер-министр болған. Бәйкен Әшімов туралы барып түсірші спектакль. Қайтып жазасың сценарий. Не жазады дегенсің? Түк жоқ. Қайын жұртын сүйреген, баласын оқып жүрген деп сондай спектакль қойса, барып көресің ба, сол біреудің барып туысқандарын сүйреп жүргенде. Сондықтан кез келген мәнді бір құндылыққа араласып соны игерген кезінде өзің сол нәрсеге айналып кетесің. Не ғұрлым ұмтылған мәнің мақсатың объективті болған сайын, жалпы адамзатқа ортақ бір құндылық игерген сайын, жалпы адамзаттық биіктікке көтеріле бересің. Кеттік жібер. Так, потенциализм болды, соңғы бітті міне. Қараңдар, сонымен не болды? Потенциализм опасный жер, адамдық борышты жойып жібереді, ол жоқ деп айтады, бізді алдайды. Анау калейскопизм, объективизм жүреді деген сөз, жаңағы богатый мышление, бедный мышлениеге байлап кетеді деген түсініңдер. Көрді ме? Сыртты көрсетпейді ана жерден. Құдайдың дейді, разылығы деген тема ғой, алмайсың ол жерде. Бірақ бұл жерде мен тағы дайындалып отырған кезде тағы тексердім. Осы жаңағыдай адамдық борышты жойып жіберумен мұсылмандарда айналсам, осы кейде намаз оқып дедім. Яғни намаз оқып алдым, болды, ана қоғамдағы тірлікке араласудың не қажеті бар деп. Сөйтіп, негізі онтологиялық тұрғыда намаз сені потенциализмнен шығарып, объективизмге қарай жіберу керек, онтологиялық тәртіп бойынша. Құранда болған тәртіп бойынша дейді. Бірақ қазір современный мұсылмандар өйтіп айналыспайды дейді. Олар намазды оқығаннан кейін объективті құндылықтарды жоюға тырысады дейді. Яғни, зачем ол тірліктерге араласып? Зачем ол үшін күресіп? Біз так межеде намаз оқытырмыз, Құдайдың есебінде бармыз. Сондықтан ол өмірдің өзінің шаруасы, ал біз мына жақта бөлек кетіп бара жатырмыз. Жоқ, намаз оқыды ма? Сен оқисың ба намаздан бері келді? Енді бойыңа жинаған трансцендент әлемнен алып келген құндылықтарды көрсетті. Сенде кешірім бар ма, күрескерлік бар ма, әділдік үшін тұрып орнына сөз сөйлей аласың ба, қиянатқа қарсы шыға аласың ба деген талаптар қойылады. Егер ол осы құндылықтар сенің бойыңнан көрінбейтін болса, онда сіздің жасап отырған құлшылығыңыз просто моральный снотворный бар, есепке өтпейді, айтасың. Көрдің, ғұламалар оны да салған. Мен мысалы мынаны мұсылманшылық вариантқа алып келдім, слишком европейский бар. Көрдіңіздер? Сонымен мен, так, болды ма осыдан кейін? Бітті? Так, мен шаршадым. Мен еді қазір мен бәлем бар, еді іздеп деген бір адамдар бар, солармен шай ішемін. Өздерінің суретке түсесін, мен сөйлесіндер сразу айтайын. Менде красавчик жігіттер бар, мен тауып беремін, ана отырып. Так, назар қойып, мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Болды, осымен боссыздар, мен қайтамын. Жақсы, келгендеріңізге рахмет. Мына жерде бірін келген қосылғысы келген кісілерге QR код бар. Мына жерде қоғамлапқа қосылғысы келген нархоздың студенттеріне QR сілтеме қалдырдық. Санжар Керімбай ағамызға көп рахмет. Доғол шабалақ.